Адамзатқа қызмет еткелі ықылым заман өтті. Небір сұрыптау арқылы қазақ даласында иттің төбет және таза аталатын түрлері пайда болды. Тазының алдыңғы аяқтары маймақтау, іші мүлде қабысып тұрады. Құлақтары салбыраңқы, жүні тықыр болады. Қатты жүгірген соң тілін салақтатып, сол арқылы денесін салқындатып алады. Тазы өзінің жүйріктігімен қайран қалдырады. Жиі құйын соғып тұратын даланың екінші құйыны деп осы тазын айтады. Қазақ халқының жеті қазынаға балайтын құмай тазылары үшке бөлінеді. Жетісудың көк қасқалары, Арқаның ақ қасқалары, Шығыстың көк қасқасы, немесе Найманның көк қасқалары дейді. Бұлар өте ақылды, өте жүйрік, өте төзімді болады. Басқа иттерден қарағанда бұл жаңағы тазы өте нәзік күшіктері. Өте ерекше күтім керек бұларға. Жанымызда жатқан тазылар Жетісудың көк қасқалары атақты. Мына көк дауыл бір қыста 47 түлкі алған. Өте ақылды, жүйрік тазы. Мынау аталарымыздың аңшылықты өнер деңгейіне дейін көтерген, бүркіт пен тазыны бірге түсірген жаңа тәсілі бар, классикалық дейді. Сол жаңағы бүркіт пен тазыға, түлкіге түскен осы біздің көк дауылымыз. Тазы көшпелі өмірдің бір көрінісі болса да, 21 ғасырға дейін жетіп, ұлттық тұрмыстың, сұрыптаудың, табиғатпен үйлестіктің тамаша жетістігі ретінде мақтауға ие болды. Құмай тазы дегеніміз ол бір иттің ерекше түрі, яғни мынау адам баласына бір ерекше көмек көрсететін, пайда беретін жануардың түрі. Ал енді итті жалпы басқа халықтардың да мына жеті қазына туралы ұғымдарында кездестіруге болады. Барлық халықтардың. Өйткені бұл тіпті бір жалғыз ғана бір мынау түр деп айтуға болады. Жеті қазынаның барлық халықтардың дүниетанымында бірдей кездесетін. Өйткені мынау адам ата мен Хауаны пейіштен қуылған кезде жер бетінде оларды ең алдымен қарсы алып, оларға көмек көрсеткен ит жануары екен. Иттің барлық тұқымы өте иісшіл келеді. Бір ғажабы, жақсы үйретілген тазылар аңды ұстап, өлтіргенмен оны жемейді. Терісінде туталақай білдірмейді. Егер аңшылар көрінбесе, тазылар үріп өздерінің қайда тұрғандарын білдіреді. Осының бәрі тазының ақылды екенін аңғартады. Кәнігі тазы аңға шығатын кезді сезеді. Қансонар болардан ақ оған дайын болады. Кейде иелері сонарға шыға қоймаса, өздерінің аң соғып қайтатын кездері бар.